Бұл Алматы, арман қала. Алматыға әркім әртүрлі мақсатта келеді. Бірі оқуға, ал біреулер жұмыс істеуге келеді. Ең қызықты сәттер ол студенттік уақыт. Сәлем достар. Бұл мен, Алан. Жасым 20-да, студентпін. Барлық студентте бар проблема, менде де бар. Ол бірінші кезекте ұйқыдан тұрып сабаққа кешігіп келу. Бос уақытымда университеттің компаниясында жұмыс жасаймын. Барлығы осы жерден басталған болады. Брат, қалайсың? Кайф өзің? Брат, қалайсың? Что там нағыз қалай? Бұл Жасик. Жасиктің 3 жақ проблемасы бар. Ол қыз, ставка, жоқ, екеу екен. Нормально. Кеше қыз не болды? Ол вообще айтпай-ақ қойшы оны. Қазіргі қыздарға вообще сен жоқ. Инстаграмға басқа сурет салады, өмірде вообще басқа. Короче, кеше. Мен паркқа келіп қалдым, сен қайдасың? Мен ба? Парктемін. Аха, қандай киіммен тұрсың? Үстімде ақ футболка. Қазір қолымды көтерем. Ё-моё. И, короче, қашып кеткен соң. Қазір қыздарға вообще сен жоқ. Енді нағыз бұл. Бүгін кейсен не отырмын? Для уверенности, удостоверениедағы суретін алып алғансың ғой. Жатпайсың не? Саламатсыңдар ма, студенттер? Саламатсың. Айтпақшы, Алан сені деканатқа шақырып жатыр ғой, тыныштық па? Білмеймін, барып келсем бола ма онда? Қалғандарымыз дәптертерімізді ашамыз, сабаққа дайындалыңыздар. Лекцияда жалғыз қалдым. Вообще желание жоқ лекция. Ағай, мен де қайта берсем бола ма? Не болды, тыныштық па? Бір дос болған әжесі қайтыс болып кетіп еді. Сен кеше ғана дос балам әжесі қайтыс болды деп сұрандың ғой? Жоқ аға, ол басқа баланікі ғой, білмеймін, бәрі шетінен қырылып отыр. Өзім де кішкене сақтанып, өзім қарап. Болды, қойыңдаршы осындай сылтауларыңды, отыр сабақта. Онда қатыспаймын, ұйқым келіп Сәлеметсіз, шақырдыңыз ба? Иә, Алан, шақырдым. Қалың қалай? Жақсы. Жоқ, онша да жақсы емес. Алан, сен жақсы студентсің, жақсы керемет оқисың, активистсің. Бірақ та бір мәселе шығып отыр. Оқу ақысын төлемегенсің. Оқудың ақшасын тезірек төлеуге тырысамын. Соны ойластыра ғой. Жарайды ма? Тұра, Алан. У нас же есть очень много возможностей для студентов. И одна из этих возможностей – участие в стартап-проекте. Это очень хороший проект. Если ты его подготовишь, доложишься, то, возможно, ты выиграешь грант ректора. Университетте мықты студенттер көп қой, тем более грант бір ғана. Но надо же думать, надо же представить. Ты попробуй, реализуй себя, докажи, что ты можешь. Вот, пожалуйста, почитай, посмотри, потом приходи. Алло, Алан, что там, қайдасың? Кеше тезірек күнде администратор қырып жатыр. Все, давай, 20 минут емес, тез кел. Бармен, бір американо бережеш? Вам без сахара или с любовью? Кудыртпай, без сахара бере берші. Қансыз дедіңіз ғой, Отчетыңмен қыдырғансың ба? Ұйқың кеп тұрған сияқты ғой. Жоқ, қайдағы? Түнімен лекция жаздым. Лекция жаздың ба, әлде маған хат жаздың ба? Түні бойы ұйықтамай, құсын аяғымын байлап жүріп жібердім ғой хатты. Міне сен кофе. Жарайды қоя берші. Маған алтын әріптермен жүрегіме номерін тастап кетпеді ме? Ой, извини, чувак, у меня золотой ручки нет. Қарапастамен жаза берсең болады ма? Конечно. Рахмет.
қайтып маған кетуім керек кофене. Рахмет. Кстати, соска әкелсін. Пока. А чё? На засос. Чё там, Жасик? Жасик демеші ма? Соска деші, соска. Сөйлемеші ма? В общем, ана қызды танысып алдым. Танысып алған, былай тұрсын. Номерін алмаған сол, короче. Номері крутой екен, звондасай. Конечно. Жарайды, қой тұршын, чё там? Чека не делать? Короче, оқудың ақшасын төлеу керек. Ақша жоқ. Тем более, зарплата тоже не скоро түседі. Короче, идея бар. Бүгін 10 мың аванс аламыз. Как раз Лига чемпионов. И 1000 коэффициент жинап тігеміз. Примерно бір 10 миллиондай шығады. Как раз сен оқудың ақшасын жабамыз. И где-то бір 12-13 жылға квартираның ақшасын жабсамыз. Нормально ғой, брат? 10-12 жылға квартираның ақшасын төлегенше нормальный квартира сатып алмаймыз. В принципе, тоже вариант. Ей, қойшы, мен сен мнение білем ғой. Бір жол жетпей қалады, бір угловой жетпей қалады. Қойшы, берші фартукты, жұмыс істейік. Бүгін мен шығайын деп еді. Брат, жестко ұйқым келіп тұршы. Бір деріс бір кофе жасап тасташы. Все, девушка, қазір. Бір минут. Иә, бұл самый банальный таныстық. Көптеген киноларда осылай кездейсоқ кездесіп танысып кетеді. Мен мұндайға сенбейтінмін. Мүмкін шынымен де осы шығар. Любовь с первого взгляда деген. Сенен басқасы қателі, жүрегім ішімнен өртеніп. Қалайсың алан? Чё там қайда қарап тұрсың соншама? Ана қыз әдемі екен, не? Қайсысы? Ана қыз ба? Білем ғой мен оны. Как раз бүгін общий группамен лекция өтеміз. Қош, онда жүр тезірек барайық. Шарптың құдіретін ай. Бірінші рет көріп тұрмын лекцияға асыққанмын. И, короче, ана футболды аяғымнан себеді ғой. Ох, е-мое. Брат, сен бара берші. Мен қазір келем. Привет, мынау саған. Рахмет. Кеше күні бойы факиға звондаймын, трубкасын көтермеймін. Бүгін тағы звондап көрмес мүмкін, алатын шығар. Хотя бы атыңды айтшы. Мен есім Жасик, еркелетіп жасылан деп айтады. Әлі? Әлі? Сен ешкім еркелетпейді ма не? Жоқ, еркелетпейді. Енді мен сен еркелететін боламын онда. Қайда қарап отырсың? Жай. Короче, Элен сындырып алғансың ғой. Енді білесің, мен қиын зат емес. Ой, қой, за что? Бәрін көріп отырмын. Жай есімін ғана айтты ғой. Зато қалай айтты. Мен көрдім ғой, қасында отырдым ғой. Көз жерінде Жасик, мен сені сүйем деп отырды. Не, мен мынау. Қалан, сен түсінбейді екенсің сезім дегенді. Ой, кетші. Үйге барасың, пантавас істесін. Асылым, не іздеп жатсың? Ой, блокнотым бар еді. Таппай жатырмын. Жаңағы сөйлескенше жігітің ба? Жоқ, қайдағы? Алдында кофейняда номерімді сұрап қоймаған жігіт қой. Жігітің сияқты сөйлескенге жігітің екен десем. Жоқ, бұндай жағдайлар сенде де болады? Ой, менде қазір жігітпен жүруге вообще уақытым жоқ. Көрерміз. Саламатсыңдар ма, студенттер? Отыра беріңіздер. Так, дайын болсаңыздар, лекциямызды бастайық. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы Кешке кофейняға қыздарды шақырайық. Сосын кішкене сөйлесіп, араласып, жақындасып. Солай жақсы болатын сияқты. Болады негізі. Сен как раз Асылмен жақсылап сөйлесе аласың. Алдындағы блокнотты. Әлі, бүгін кешке кофейняға барайық, кофеменен. Ну, вообще-то ол жерде студенттерге тәге бесплатно. Зато мен саған кофенің бетіне жүрек жасап беремін. Ондай болса, көреміз. Келіңдер, обязательно келіңдер. Немене соншама қарады ғой? Асылым, кешкері кофейняға барып қайтайықшы. Сабақ орындап, соны әңгіме айтып қайтар едік. Онда бірінші апша киім ауыстырып алайық,
иә нужно как раз комендантқа кіріп шығу керек. тамсанып қарап тұра алмаймын енді сеніммен бірге билегім келеді аласың мені баурап өзіңе қарай байлап жымиып қимай сені қымбатуда бас кетіп тәттерімнің мас болып қала бердім аспанда екеумізге тіл қатуда Бар бір чай саған. Бір чай мен бір кофе. Қазір бір минут. Бүгін әйеліме асылым келеді. Мен ал деген нәрсені алдым ба? Алдым ғой, брат. База жоқ, романтик екенсің. Бұндайды біздің елеге берсең, кәдімгідей есінен танып қалады. От души, брат. Конечно. Ойлашы. Қазір асылымды гүлді алып, құшақ тупо бетіне сүй қосайын. Қумашы. Ол маймылда ондай шықпайтын шығар. Маймыл демесе, мен барып, мына гүлді қойып, дерске қолдайдап қойып. Все, давай. Брат, ала беріңдер. Сағындым дегеннен ештеңе өзгермейді негілегеніңнен ештеңе өзгермейді бірақ өткеніме сезім өшкеніне көзімнің жеткеніме өзгемін өткенімен өткенге өкініштен өкпемді өртеп іште өткенге өксігенмен өкпелі ешкім тек сен өкпедім ешкім тек сен жасыңды жерге төксен сенбеймін соғыл сенбеймін жетерсең кем Че там? Все, брат. Стол дайын. Енді қыздар келсе бұл. Міне келді ғой өздерде. Білмеймін. Біздің кафе не асылым? Қалай саған жат? Ұнады ма? иә әдемі екен. О, Жасик, привет. Кеттік. Менің қызым емес, сенің қызың маймыл сияқты ба? Болды қоя берші. Жүр күтіп қалдырды. Привет, қыздар, қалайсыңдар? Жақсы өздерің? Ілім, мынау саған. О, рахмет. Таныс қойыңдар, мен досым. Алан. Танысқаныма қуаныштымын. иә құрбым асылым. Асылым екеуміз таныс сияқтымыз, е? иә Ана күні коридорда құлап қалыпты. о рахмет мен бұны жоғалтып алдым деп жүрмін ғой. Ештеңе оқасы жоқ. Алыстап жанымнан барасың ба қаласың көзімнің қарасында мендегі жүректің жарасын ал ол жерде көзіңнің арасы бар қасымда мәңгіге боласың ба менімен бақытқа барасың ба ешкім жоқ сенімен таласуға тең едім өзіңді барасыға көңілімді қалдырма табылшы тез жанымнан көңілімді қалдың ал асылым көңілімді қалдырма табылшы тез жанымнан көңілімді қалдың ал асылым Походу, мен реально сындым. Маған ба? Жоқ, серьезно. Маған асылымды қалай да қарату керек. Не істесем болады? Короче. Бүйтеміз. Артен универге барған кезде 3-4 бала дайындап қоямыз. Асылым келе жатады. Олар явно теседі асылым. И сен шеттен шығып, жігіттер тиіспеңдер асылым, ол менің қызым деп айтасың да. И төбелесіп кетесің. Төбелескенде кәдімгідей патыр-пұтыр саған жабылып кетеді да. Жерде жатасың қансырап. Қансырап жерде жатқан кезде асылым келеді да басынан көтеріп. Рахмет саған жаным. Бетіңе сен. Чөп, қалай? Қыз үшін төбелескен западло емес па? Енді западло болғанда сен добиваться етуің керек қой, бір ерлік көрсетуің керек қой. Давай, көңілім істейік. Істейміз ба? Істейміз. Все, давай. Оппана, девушка, фигураң ат екен. Таныспадық па? қалай сөйлейсің Тотам жігіттер, мен қызыма тесіп атсыңдар ғой. Ес паразам. қумаш мен сен қызың емеспін ғой. Кетіңдерші вообще. Еба, метеоритно, не дейді мынау, жүрші мұнда. Жасик, мына идеяң болмады сен. Неге? Бәрі нормально болды ғой. Мынау не? Енді қыз сындыру оңай емес қой, брат.
Өзің осылай істемей кетіп жоқ, мен былай істеймін. Маған зачем былай істеп мен қыздарды баяғы сындырамын? Маған қалай да асылым сындыру керек. Не вариант бар, не символ? Жатыр, көзің ауырып тұр ма? Кетші. Значит, оған ерлік көрсету керек емес, иә? Идея бар, брат. Оған білесің бе не керек? Қалай ойлайсың? Мен білмеймін. Оған романтика керек досым. Романтик болсаң, любой қыз сынады дегендей. Короче, бүйтеміз. Сағындым дегеннен ештеңе өзгермейді, негілегеніңнен ештеңе өзгермейді, бірақ өткеніме сезім өшкеніне, көзімнің жеткеніме өзгемін өткенімен. Өткенге өкініштен өкпемді өртеп іште, өткенге өксігенмен өкпелі ешкім тек сен, өкпедім ешкім тек сен, жасыңды жерге төксен, сенбеймін соған сенбеймін жетерсең кем. Мен кеттім алыстай, болды бұлай. Мен кеттім алыстай, болды бұлай, бұлай. Мен кеттім алыстай, болды бұлай. Мен кеттім алыстай, мен кеттім алыстай. Мен кеттім алыстай, болды бұлай. Мен кеттім алыстай, болды бұлай, бұлай. Мен кеттім алыстай, болды бұлай. Мен кеттім алыстай. Походу, асылым қарамайды маған. Конечно. Урод болсаң, сол. Жүр, серьезно? Қалайда қарату керек оны маған? Тем более, оқудың ақшасын төле деп жатыр. Үйдегілердің ақша сұраған еді. Давай, тиктокқа видео салып жүрейікші. Көп болды видео салмағалы. Қыздар сен өлең айтқан, сағынып жүрген шығар. Давай. Мен асылым ертең не кететінін білмеймін. Погода нормальный болады ма екен? Я ертең погода нормально. Анда не барсай? Нормально болады ма? Я. Ертең нешеде еді бізде сабақтар? Ертең бірінші пар лекция ғой. Сегізде басталады. Давай мынаны киіп көрейік анда. Соны киіп көр. Шынымен мына рубашка жақсы келіп тұр, иә? Я күшті тұр. Сонда кие салу керек еді сеніңше. Кстати, асылым, алаң қалай жауап саған ұнайды ма? Ой, алаң жай айтпашы. Неге жаман ойы жоқ, жақсы жігіт сияқты ғой? Жоқ, мен оны жаман деп жатқан жоқпын. Ну, а так білесің бе, универде біраз қыз артынан жүгіреді ғой. Я. Шанс беріп көр. Просто ертең бірімізге үйреніп қалсақ, сосын қиын болады да. И так мен бірақ семестр оқуға келдім ғой. Ну, сен қайдан білесің, мүмкін ертең өзгерістер шығып дегендей қалып қойсаң осы универде. Оны мамалар біледі. Алла уақытта көреміз оны. Көреміз енді қалай болатынын. Сендегі сезімдер мені тербеді, айналам өзгерді өзің келгелі. Сендегі сезімдер мені тербеді. Тербел, ей, мынау. Әлі жатыр ғой, сасып ұйықтап. Тербел. Тұрсай, немене, көтіңнен күн шыққанша ұйықтайсың ба? Байын қатындар қысып үстіңе неге оласың? Білмеймін, бұрынғы хозяйкадан қалған ғой. Нормально, дерзкі тұр ғой, дерзкі. Брат, боқтама мақшқа зұмда. Все, онда, мен киіне беремін. Алло, мам. Жақсы. Өздеріңіз қалайсыздар? Бәрі жақсы, шүкір. Ақша? Бар ақшам. Нормально. Ақша артылып қалып жатыр. Қысылмаймын ғой сұрағаннан. Өздеріңізге сал жүрейін ба деп жүргенмін. Жо, кетіп баратырмын. Сабаққа кетіп баратырмын. Аға, осына тоқтат салыңызшы. Мам, потом хабарласам, уақыт жоқ. Жағдайың бес екен, кәдімгідей. Бізге де берсейші.
Жүрет, тұр. Жүр кеттік. Сабаққа барайық. Сәлем қыздар. Қалайсыңдар? Сәлем. О, рахмет. Давай енді айтсайшы. Алан, кеше тиктокқа салған видеоңды көрдім. Даусың әдемі екен. Рахмет. Саған шынымен де ұнады ма? Я, ұнады. Саған ұнаса болды ғой. Айтып болмайсың, сындырып берем бұл. Старшактарға орғызған қыз сындырма. Мен сен осылай айтатынды біліп специально ұрғызған оған. Ой, қоя берші сосын. Бүгін менің көңіл күйім ештеңе түсірмес. Саламатсыздар ма студенттер? Саламатсыз. Дайын болсаңыздар лекциямызды бастайық. Алан айтпас сен деканатқа шақырып, бірдеңе білдіріп қойған жоқсың ба? Наоборот, ағай, Аланның жүрегін білдіріп ғой бір қыз. Ол тынышталыңыздар, үзілісте Алан міндетті түрде деканатқа барып қайт. Ендеше лекциямызды бастайық. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы биотехнология мамандығы жайлы болады. Сәлеметсіз бе? Қалың қалай? Жақсы. Жоқ, жақсы емес. Бір айдан кейін семестр бітеді. Оқу ақысын әлі төлемедім. Не ойластырып жатырсың? Оқытың ақшасын тезірек төлеуге тырысып жатырмын енді. Алан, стартап проектін не істедің? Бітірдің ба, бастадың ба? Иә, сол, сіз айтқан проектқа дайындалып жатырмын. Өзімнің бағым сынап көргім келіп тұр мен. Молодец, қолдаймын. Дайындал, 2 аптадан кейін конкурс болады. Соған енді кереметтей презентация жасап, барлығын доклад жасауын керексің. Рахмет, сау болыңыз. Ләззат Кемелбековна, сізге көп рахмет көмектесіп жатқаныңызға. Болды, бар. Иди. Самое главное, подготовься хорошо. Что там, брат, настроениең жоқ қой? Че, декан, оқудың ақшасы туралы айтып отыр ма? Я сол төлеу керек. Енді төлесек? Ей, Жасик, әзілесетін настроением жоқ, қойшы. Жарайды, оны түсініп тұрмын ғой. Енді басқа дым амал жоқ па не? Бір амал бар, бірақ Не, айтсайшы енді. бір апта ғана уақыт қалды оған. Уақытым жетпейді. Алдыңғы стартап проектің ба? Я сол. Бір апта уақыт болғанда, қазір қыздарды попросить етеміз, как раз общагаға кетті олар киім ауыстыруға. Қыздар келсін, сөйлесеміз, айтамыз. Білмеймін даже. В общем, қыздар осылай, не дейсіңдер енді? Без проблем, көмектесеміз, иә, Асылым? Я, мен онда дизайн жасап бере аламын. Болдым да. Керекті жіптерді, маталарды дайындаймыз, жасай өтеміз. Елемен жүрсем болды ғой, брат. Бәрі істеп тастаймыз. Рахмет сендерге. Ей, олай болса жүріңдер, тамақ ішіп қайтайық. Яза? Все, жүріңдер. Жайып жай ғана билеші айнала, қимылдарың сенің өртейді мен. Көйлегің ойнап желменен бірге, желбіреп істен тандырды мүлде. Тамсанып қарап тұра алмаймын енді, сеніммен бірге билегім келеді. Аласың мені баурап, өзіңе қарай байлап, жымиып қимай сені күн батуда. Бас кетіп тәттерімнің, мас болып қала бердім, аспанда екеумізге тіл қатуда. Байланып көзге көз сездім ыстық демің, айналып кетең қолымдағы шабелің. Шаштарың қою үлбіріп шиерім, дір-дір қағады жымиып тұра бердім. Сенің өзгермес, дәл осы бейім. Көзі әдем болып тұр. Е, айттым ғой кәдімгідей. Әдемі болып қапты. Ана, замокты да алып тастағанымыз дұрыс болды. Мен айттым ғой басында. Менің идеям ғой. Жапша өзіңді. Хорошо енді. Жүрейді. Қыздар, Жасик, сендерге рахмет айтқым келіп отыр. Енді грант ұтсам да, ұтпасам да. Ей, оны айтпай қойшы. Грант ұтайық. Сосын от души кофейняда жуайық. Сол кезде осы әңгімеңді айтасың. Все, жүрдер, проектті өткізейік. Че-то қобалжып тұрмын. Қалай болды екен?
ойымдамаған да жақсы болады. Все, сәттілік. Саған сенем. Айтпақшы, Жасық қайда? Ол костюмін киюге кеткен. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Алан. Менің сіздерге ұсынатын бүгінгі жобам классикалық стилдегі костюм. It was warm in the middle of summer. Your voice like a lullaby, so low, so sweet. Thought you had me, but I'd never been so free. Now you're scared, but you don't know why. You keep running, but there's nowhere to hide. Че там? Молодец. Дерзко қорғап шықтың. Вроде нормально қорап шықты ме? Иә, сенің қолынан бәрі келеді. Ей, Джо. Ол киген адамға байланысты ғой. Қош. Рахмет сендерге. Вроде нормально. Че, жұмадық па? Bir жаққа барып отырайық. Иә, болады. Маған қыз кету керек. Бәрі жақсы ма сол? Иә, жақсы бәл. Ондай болса жүріңдер. Общагаға дейін шығарып салайықсыңдар. Жасик, Че там? ойлашы, ертең Асылымға бір букет гүл алып, гитарамен сахнада ән арнап сөз салып жүрсем, еще грант ұтып алсам, менен бақыт адам болмайтын еді ше. Кәдімгідей бәрін бірге жасап тастайын деп тұрсың ғой, иә? Көреміз енді. Брат, болмаса шығарсың ба? Мен душқа түсуға. Ұмыт кетті ғой. Или че, мен бірге кетесің ба? Кетші. Сен мені кездестірдің, сен сондай тәттісің. Сәлем достар, көңіл күйлеріңіз қалай? Сіздермен бірге сол баяғы Алиш. Бүгін жылдың ең үздік студентін анықтайтын боламыз. Сіздер дайынсыздар ма? Олай болса деканымыз Ләззат Кемербек қызын ортаға шақырамыз. Здравствуйте, дорогие студенты, дорогие коллеги. Все, брат, дайынсың ба? Дайынмын. Біз саған сенеміз. Жақсы болады. Асылым қайда? Асылым ба? Асылым келмейді бүгін. Неге келмейді? Бүгін бос емес па? Елі, өзің айтасың ғой деймін. Нені айту керек? Не айта алмай жатсыңдар? Алан, Асылым универде оқымайтын болды. Мынау хат саған берді. В смысле оқымайды? Ойнамаңдаршы, маған сахнаға шығу керек, шақырып жатыр. Не хат бұл? Сегодня мы объявляем победителя конкурса на лучший стартап-проект среди студенческой молодежи и обладателя гранта ректора. На сцену приглашается Алан. Сәлем достар, барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі күн мен үшін күтпеген жаңалықтарға толы болды. Әрине, грант ұтып алғаныма қуаныштымын. Маған көмектескен достарым, сендерге рахмет. Бұл әнімді сүйіктім, Асылымға арнаймын. Ача, қыздың арнап жатыр, а өзі қайда? Қызы басқа қала оқуға кетіп қалды. Қайырлы таң жаным қалайсың, неге үнсіз ғана қарайсың? Сәлем Алан. Қоштасу деген қиын екен. Сол үшін осы хатты жазып отырмын. Сен уже грантты жеңіп алған шығарсың. Құттықтаймын. Сенімен өткізген аз ғана уақыт өмірімдегі ең қызықты сәттерім деп білемін. Шынайы сезіміңе, шынайы махаббатыңа үлкен рахмет. Арамыз алыстаса да, жүрегіміз алыстамасын. Сәлемнен, Асылым. Алыстама менден, сені көрем күннен көзге шағылған, іздеп табам бұлттың арғы жағынан. Алыстама менден, о менден, о мен. Мен досым красавчик қой. Сен кет қалма тоже. Асылым сол. Мен саған былай өлең арнаймын. Қайда кетемін? Ұқсайсың бейнеге ойдан табылған ай, келбетің ғажап кітаптан алынғандай. Сенсің ғой керегім,
маған жансың сен ерек, не керек аласың ғой сен оны демек. Сұрама неге де түсімде де табылғайсың жанымнан, көрсем деймін тіпті сені сағымнан. Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Менің есімім Алан Сейітұлы. Мен де осы университетті бітірген, қазіргі таңда мұғалім болып жұмыс жасаймын. Алан Сейітұлы, сізге бір сұрағым бар еді. Иә, сұрай беріңіз. Универ кезінде бір қызды жақсы көрген екенсіз ғой. Сол оқиға немен бітті? Маған тек қана сабаққа қатысты сұрақтарды қойсаңыздар. Алан Сейітұлы, 1 минут болады ма? Студенттердің назарын аударуға. Иә, әрине. Сіздерге жаңа кураторларыңызды таныстырғым келеді. Асылым Ерлан қызы. Алыстама, алыстама менен. Ұқсайсың бейнеге ойдан табылғандай, келбедің ғажап кітаптан алынғандай. Сенсің ғой керегім